Қайырлы күн достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үгітілмелі және тез әрі оңай дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқамыздың ақ уызы, ұн, бөлме температурасындағы сары май, сахарная пудра, кез келген плиточный шоколад және ванилин қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерлемесі видеоның астында описанияда жазылады. Келесі сары майымыздың үстіне сахарная пудраны қосамыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, массамыздың үстіне жұмыртқаның ақ уызын қосамыз және ванилин қосамыз. Ванилинді көп қоспаймыз, қасықтың ұшымен ғана қоссаңыздар жетеді, көп қоспаймыз. Және қайтадан барлығын жақсылап миксермен араластырып аламыз. Араластырылып болған массамыздың үстіне илеуіштен өткізілген ұнымызды қосамыз және миксермен 2-3 минут біркелкі болғанша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсы араластырылып болған массамыздың консистенті видеода көрсетілгендей жұмсақ болады. Және осы массамыздың барлығын кондитерлік мешочке салып аламыз. Енді противеньге пергамент қағазымызды төсеп, кондитерлік мешочке салынған массамызды видеода көрсетілгендей етіп, печеньенің дөңгелектеп формасын саламыз. Кондитерский мешочектің басына насадканы, кәдімгі вопипайдың насадкасын кигізіп сығып жасай берсеңіздер де болады. Болмаса басын кондитерский мешоктың кесіп алып жасай бересіздер. Және печеньені сыққан кезде ірі, ұсағын өздеріңізге қалай ыңғайлы жасау болады. Өйткені бұл жайылмайды, қалай құйдың солай сақтап тұрады формасын. Печеньелеріміздің барлығын осындай формада жасап алдық. Енді келесі шоколадымызды ертіп аламыз. Микроволновкаға, болмаса водяной баняда ертеміз. Бізге енді осындай палочка, болмаса ағаш сап, ағаш қасықтың сабы, мендегі венчиктің сабы қажет болды өзіме. Бізді печеньенің ортасын тесік жасау үшін. Видеода көрсетілгендей, осылай барлығын тесіп шығамыз құйылған печеньеміздің ортасын. Ерітілген шоколадымызды енді осы печеньелердің ортасына қоямыз. Сіздерге ыңғайлысы қасықпен, болмаса кондитерлік мешочектің басын өте жіңішке етіп кесіп алып, сонымен жасай беруге болады. Дайын болған печеньелерімізді ыстық тұрған пешке 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Печеньелеріміз осындай дайын болып шығады. Жасап көріңіздер, әсіресе балалары бар үйде бұл печенье тез желініп кетеді және көп нәрсені қажет етпейді. Жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.